Қайырлы күн достар, сіздермен бірге пайдалы арна каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге өз қолымыздан кез келген мерекенің сәні болатын гүл шоғын жасаймыз. Бізге керекті дүниелер шпажка, скотч, скрепки және де біркелкі ақшалар, оны банктен шығаруға алуға болады, және гүлдің сыртын әрлейтін қағаздар қажет болады. Ең бірінші біздің шпажкамызға қағазды видеода көрсетілгендей бүктеп, скрепкамен мықтап қыстырып аламыз. Шпажканы неғұрлым төмен қолдануға болады, себебі менің видеомда жоғары болып кеткен, және де ол кішкене гүл шоқтарының арасынан көрініп тұр. Сол себепті неғұрлым шпажканы төменірек орналастырыңыздар. Осылай барлығын бірден жасап аламыз. Одан кейін гүлдің астына осындай оазис қолдануға болады. Бұл заттардың барлығын мен Каспи қосымшасынан сатып алдым. Оазисті қолдану міндетті емес, оны жай ғана барлық шпажканы бір-біріне скотч арқылы біріктіруге де болады. Оазистің бір жақ шетін ақырын сулаймыз да, оны біздің гүліміздің сырты жаман болып қалмау үшін целлофанмен орап мықтап скотчтан байлаймыз. Келесі этап, біз жаңағы шпажкаға қадалған ақшаларымызды осылай біртіндеп қыстырып аламыз. Ең ортасын келтіргеннен кейін оны жеке скотчпен осылай біріктіріп байлап қойсаңыздар болады. Кейінгі қағаз ақшаларды осылай шетінен біртіндеп жанына әкеліп қыстыра бересіздер. Шпажканың 40 сантиметрлігін таңдайсыздар, және де оны ортасын кішкене жоғарғырақ, ал шеттерін кішкене төменірек қылып жасайсыздар. Барлығын қадап болғаннан кейін гүлдің сыртқы қағазына көшеміз. Видеода көрсетілгендей екіге қарай бүктеп, және де екі шетін қайырып, әдемілеп формасын келтіреміз. Осындай жасыл түсті қағаздан мен 4 штук жасадым, және де басқа түстен ақ түсінен 4 штук жасадым. Бұл жерді скотчтаған кезде де кішкене скотчымызды жоғарылау қылып алсаңыздар болады. Видеода менде кішкене төмен болып кетті. Тәжірибеге сүйенсек, сәл жоғары алған дұрыс болады. Ол кейін біздің гүліміз ашылып кетпеу кезінде керек болады. Барлығын 8 штук осындай орама жасап алғаннан кейін шпажканың сыртына скотчпен ақырындап орналастырамыз. Және де бұл қағаздарды орналастырған кезде бір-біріне өте жақын айқастырып орналастырсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Әрбір қағазды келесінің бетіне жанастырып, айқастыра отырып жабыстырамыз, және гүлден сәл жоғары етіп, яғни қағаз ақшаларымыздан биігірек шығып тұратындай етіп жабыстырамыз. Скотчты сіз двухсторонний скотчта сатып алсаңыз болады. Ол гүлдің сыртқы қабатынан көрінбей өте әдемі болып тұрады. Мен видеода өзіміздің күнделікті қолданып жүрген скотчты жабыстырдым. Жасыл қағаздардың үстінен енді әдемілік үшін ақ қағаздарды жабыстырып жатырмын. Одан да айқастыра отырып 4 штук қолдандым, және де ең астына бір қағазды толығымен ашамыз да, оны жаңағы оазисімізға кигіземіз толықтай, және де бізге резинка керек болады. Резинкасымен қатты қыстырып, жинақтаймыз әдемілеп, одан кейін лентамызбен өзіміздің фантазиямызға қарай бабочка қылып, немесе гүл қылып әдемілеп байлап қоямыз. Осымен біздің гүліміз дайын. Қандай да болсын мерекеге ұялмай апаратын керемет гүл шоқтары. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар достар. Назарларыңызға көп рахмет.